Бәріне сәлем, біз бүгін жаңадан бастап жатқан футболистерге не нәрсе керек екендігі туралы айтамыз. Бірінші бұл бізде шпажки. Шпажкидің 15, 20, 25, 30, 50 сантиметр деген түрлері бар. Бұл 30 сантиметр түрі. Шоколадный букеттерге, сухофруктымен жасалатын букеттерге осы 30 сантиметр түрі өте ыңғайлы болады. Және бұны қарасаңыз, средний размерде, тонкий емес және толсты емес. Ал бұл шпажки бұл бізде размері жағынан үлкен және толсты. Бұны ауыр элементтермен жұмыс жасаған кезде, яғни фруктовый букеттермен жұмыс істеген кезде осы түрін қолдансақ тиімді болады, дұрыс болады. Себебі сол кезде фруктыларды жақсы ұстап тұрады. Ал 15-20 сантиметр деген түрін мини букет жасағанда немесе корзиналарды жасаған кезде қолданамыз. Келесі бұл бізде тишу қағазы. Тишу қағазының бір пачкасында 10 штук болады. Бұл тишу қағазын біз упаковкаға алған кезде букеттерді әдемілеу үшін немесе толмай қалған жерін толтыру үшін осы тишу қағазын қолданамыз. Келесі бұл бізде зубочистка. Зубочистканың 1-2 пачкасын алып қойсаңыз, ол ұзаққа жетеді. Келесі бұл бізде степлер. Кішкентай түрі. Егер сізде үлкен түрі болса, степлердің ол өте ыңғайлы. Келесі бұл бізде пенопласттарды, пеноплексттерді бір формаға келтіру үшін қолданамыз. Бұл инструментті қайшының орнына қолданамыз. Бұл обычный қайшы. Упаковканы, тишу қағазын, пищевой пленканы, скотчтарды қиған кезде қолданамыз. Бұл міндетті түрде керек. Келесі бұл бізде слюда. Слюданың бұл метровый түрі, метр түрі. Негізінен сіз алсаңыз, рулон түрімен тиімді болады. Және оны қолдану да ыңғайлы, егер рулон түрімен тұрса. Слюданы біз не үшін қолданамыз? Слюданы букетті жасап біткеннен кейін упаковкадан бұрын букетке шаң тозаң түспеу үшін осы слюдамен орап қоямыз. Сосын сыртынан упаковка жасаймыз. Келесі бұл бізде ленталар. Бұл атласовый лентаның түрі. Оның бірнеше цветі көрсетілген. Егер сіз жаңадан бастап жатқан болсаңыз, басында ходовой цветтерін ғана алып қойсаңыз, потом букеттерді көбейткен сайын жасап, оның сізде түрі де көп бола береді өзі. Келесі бұл бізде қоңыр жіп. Сіз бұны строительный магазиндерден, немесе осындай букетке керекті нәрсені сататын жерден алсаңыз болады. Сол жерден табылады. Бұны мужской букеттерді жасағанда, немесе подаркалар жасаған кезде осы қоңыр жіпті қолданамыз лентаның орнына. Келесі бұл двусторонний скотч. Двусторонний скотчты біз шоколадный букеттерді істеген кезде қолданамыз. Бұның да размері бар, кішкентай размері, бұл средний размер. Үлкен размері де болады. Келесі бұл бізде обычный скотч. Бұл үлкен размер. Үлкен размеріне қарағанда көбіне осы средний размері көбірек тиімді. Осыны көбірек қолданамыз. Келесі бұл бізде пищевой пленка және осындай қоңыр қағаз. Пищевой пленканы біз не үшін қолданамыз? Пищевой пленканы біз егер букетте екі түрлі элементті бірге қолдансақ, сол кезде бір элементті орап қою үшін қолдансақ болады. Мысалы, бір жемістердің сулы жемістер болуы мүмкін. Сол екінші бір нәрсеге сіңіп кетпеу үшін осы пищевой пленкамен орап қойғанымыз дұрыс болады. Немесе пенопласттарды, пеноплексттерді осы пищевой пленкамен орған кезде керек болады пищевой пленка. Келесі бұл бізде ыстық клей, пистолеті. Бұның біреуін алып қойсаңыз, көпке жетеді. Және бұл өте керек нәрсенің бірі. Келесі бұл бізде
форма дайындап қойған едік алдын ала. 20 сантиметр түрі, 25 және 30 сантиметр түрі. Бұны негізінен пищевой пленкадан бұрын тишу қағазымен орап алып, оның сыртынан пищевой пленканы орасаңыз, букет жасаған кезде сіздегі ақ цветтер көрінбей тұрады сонда. Сол кезде мысалы қызыл, жасыл сияқты тишу қағазы көрініп, сіздің мысалы жасаған букеттеріңіз әдемі көрінеді. Осылай алдын ала жасап қойсаңыз, размеріне қарай, диаметріне қарай осымен өлшеп жасай бересіз келесі букеттерді. Келесі бұл бізде упаковка, корейский бумага бұл. Двухсторонный, односторонний деген түрі бар. Мына жағы розовый, екінші жағы золотистый цвет. Бұның бір жақсы жері, егер сіз бұлай қайырып, потом оны өзгертемін деп шешім қабылдасаңыз, бұл орнына қалпына келеді. Корейский бумаганың жақсы жері сол. Және сізге букет жасаған кезде перчатки керек болады. Перчаткидің түрлері бар. Сіз бір пачкасын алып қойсаңыз, ол ұзаққа жетеді. Егер сізге бүгінгі видео пайдалы болса, сізге ұнаса, лайк басыңыз және комментарий қалдырыңыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіз. Сізге жауап беруге тырысамыз. Және подписаться батырмасын басыңыз. Сіздерге жаңадан пайдалы видео түсіруге тырысамыз.